Қалайсыздар, кеше бірінші влогымды монтаждап тиктокқа салдық. Ұнамады, маған қызықсыз шыққан сияқты көрінді. Түрім ұнамайды, даусым ұнамайды. В общем, бәрі ұнамады, бірақ салу керек, қорықпау керек, түсіре беру керек қой. Кішкене қиындау енді, олай көп сөйлемейміз ғой өзіміз, бірақ тырысу керек. Сол түсіріп жатырмыз, тоқтамай. Ұнамаса да қызықты қылуға тырысамыз. Сол бөлісіп қояйын дегенмін, салдым. Құдай қаласа осыны да салармыз, екінші влогымызды. Күнімізде өткен қызықты сәттерді салып бөлісіп отырамыз. Әйелім осындай алып берген. Күнде жеп жүрміз, білмеймін, көреміз. Коллаген дейді ғой, осы таңертең су ішкеннен кейін осыны жеп жүрміз, көреміз. Былай дәмі күшті екен, клубничный. 2 күн болды бастағанымызға. Жасарып кетсек күшті болады деп қоясын. Бүгін ауа райы суық. Міне почтаға бара жатырмын қазір. Заказ петличкам келген еді, енді кішкене видеоның звукі да жақсы болады. Обзорды түсіреміз. Ақырын өзім тағы блогтан бөлек обзор техники түсіріп жүрмін. Өзімде не бар, шамам келгенше заказ беріп, соларға обзор жасап, сол қазір петличканы алып кетеміз. Ертең қызымда жаңа жыл, садиктарында соны да түсірем, көрсетермін. Ақырындап жаңа жылда келе жатыр. Бізде уже ақырын дайындықтарды бастаймыз. Сол кезде кішкене қызық видеолар шыға бастайтын шығар, қызықты болып. Өздеріңіз қалай жаңа жылға дайындалып жатырсыздар? Новогодний настроение қалай? Соны жазып кетіңіздер. Товарымызды алып келдік. Қазір обзор түсіреміз, қандай петличка, бәрін көресіздер. Өздеріміз мында әйелімнің заттары да келді жаңа посттан. Өзі әйеліміз екеуміз осы Пиндодаға жатып алғанбыз. Жаңа пост арқылы заказ береміз, ыңғайлы. Садиққа келдік, бүгін қызымыздың жаңа жылы. Қазір басталайын деп жатыр. Шыршамыз бітті, міне Аяз атадан сыйлығымызды алдық. Үйге барып көреміз. Сол үйге қайтып бара жатырмыз. Қызымның жаңа жылын көріп, өзімнің садиктағы жаңа жыл есіме түсіп кетті ғой. Білмеймін, сол садикта, мектеп оқып жүргенде ең күтетін мейрамдардың бір жаңа жыл еді бірінші. Сол дворда үлкен бір шырша тұратын, соны безендіріп қойып, әдемі қылып, күшті. Тағы да движение, заттарды алып кетуге шықтық. Бүгін Пиндодадан әйелім берген соңғы заказдары, соларды алып кету керек айтады. Ішінде маған Новый годқа да сыйлық бар екен. Өзіме қызық болып тұр. Сол заттарды алып кетуге бара жатырмыз. Заттарды алып дәші садиктан қызымды алып кетем. Сол білмеймін, күн деген күнде тез өтіп жатыр. Алдында ғана жаңа жылға
бір ай бар еді. Уже қазір 5 күн қалды ғой, сондай болды ғой. Сол скоро дайындық та басталады. Қазір сол заттарды алып кету керек. Дайындық қалай болып жатыр? Жаңа жылға басталды ба сіздерде? Қазір әр жаққа магазин болсын, бір жаққа барып келу болсын, жаяу шығуға тырысамын. Жаяу көп жүруге, айтқандай артық салмақ бар, кішкене құтылу керек. Содан күніне 8.000, минимум 8.000 шаг жасауға тырысып жүрміз енді. Желательно 10.000 жасаған дұрыс дейді ғой, бірақ бастан басы жаман емес деп ойлаймын. 8.000-нан да күніне жүріп тұрсақ сол. Ссылкаларды алып келдік. Мынау менің бір затым. Ампакинг кішкентай болсын сіздерге. Бізде маркетингтің жертвасымыз ғой. Бір зат көріп едім интернетте. Соны тексеріп көрейінші, қалай екен шынымен де. Жақсы ма, күшті ма деп қазір көресіздер. Так, бұл қалай? Ойбай, дұрыс. Опа. Массажер. Бұны мен тиктокта көріп бағамын. Қазір Каспийда да сатылады, бар жақта сатылады. Шынымен де солай пайдасы бар ба, жоқ па? Қазір көреміз. Өздеріңізде де, может, көрген шығарсыздар тиктокта. Әне мынандай массажер. Түрі бір таспақаға ұқсайды. Қазір көреміз. Өзінің несі бар екен, кнопкаларды бассаңыздар, маған осыған обзор түсіремін. Күшті зат сияқты. Әйелімнің подаркасы маған жаңа жылға. Енді коробканың состояниесін көріп тұрсыздар. Почтамыз аман болсын, осындай легона бар. Звездные войныдан S3PO деген легендарный Звездный войн фильміндағы робот. Осынығанда қалай жинаймыз, сол туралы обзор түсірерміз. Осылай, в общем. Әйеліме рахмет.